Бүгін міне 8 наурыз. Суымызды түсіріп жатырмыз. Кеше 7 наурыз түнде қостық. Еді шамамен 15 сағаттай қосылып тұр насосымыз. Сағатына 8 кубтық насос қосылып тұр. Мынаяқтан тоқтартып, мына каналға ағыз жіберіп жатырмыз. Мына жерде канал бар. Бүгін бұйыртса балықтарымыз тексеретін боламыз. Қалай қыстап шыққан. Бүгін ауа райы күн жылы, температура беріп тұр. 14-15 градус беріп тұр. Бүгін обедке, түскі уақыттарға. Осы уақыт пайдаланып, қазір түстен кейін балығын тексеретін боламыз. Тоғанның жағдайы осындай, где-то 50 сантиметрдей түсті. Ізі көрініп тұр. Байқасаңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне тоғанымыздың кеше суын түсіргенбіз. Қазір оны бассейнге салып, балықтарымызды осы жерде санайтын боламыз. Мына саған насосымызды қайда батырмыз. Бассейнді орнаттық. Бұл бассейнде где-то шамамен 3 кубтай су болады. 3000 литр. Ені 2 метр, ұзындығы 3 метр. Анда жерлерін басамыз. Осындай аяқтары бар. Бассейннің жағдайы осындай. Құдай қаласа бүгін тоғанымыздың суын түсіріп жатырмыз. Насоспен тартып. Бүгін міне 10 наурыз. Суымыз түбінде қалды. Мына балықтар ойнап жүр. Балықтарды сүзіп бассейнге салып жалғастырып жатырмыз. Бассейнге салып жұмыстары. Ортасы ең терең жер. Тоғаны тартқан кезде осындай болды. Қыс бойы су мына деңгейде тұрды. Шамамен ортадағы тереңдікпен есептегенде 1,5 метр тереңдігі 1,5 метр екен. 1,5-нен сәл кішкене жоғары сияқты. Шабақтарымыз қасы болып. Насостан айдап жатырмыз. Оны зеп қапамыз едеміз. Bir saatтай уақыт өтті. Аяқтарымыз мынандай болады. Ямаға жиналып қалған екен. Арқалары көрді. Біз мынаның бәрін теретін боламыз. Точнее, теру жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Бақалар оянған. Скважинаның суының әсері осындай. Бақалар ерте оянып. Каналда тазикке жинап жалғастырып жатырмыз. Енді видеомызды аударып жібереміз.
Al. Mine әлі бассейнге салып отырмыз өстіп. Ірісі де бар, майдасы да бар, ірісі де бар ішінде. Санай беріңіз ішіңізден. Міне осы бассейнімізге жинап жатырмыз.